Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен үй жағдайында жасалатын дәмді сочный чебуректің құпия сырымен бөлісетін боламын. Керекті өнімдер тізімін видеоның астына жазып қойдым. Енді қамырын илеуге кірісейік. Ең алдымен ыдысқа қайнап тұрған ыстық суымызды құйып аламыз. Оның үстіне тұзды саламыз. Майды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, ыдысымызға електен өткізілген ұнды саламыз. Ұнның бәрін бірден салмаймыз, арасында шанышқымен араластырып тұру керек. Су ыстық болған соң, шанышқымен араластырамыз. Осы тұста қамырдың үстіне жұмыртқаны саламыз, ары қарай ұнды салып қамыр илейміз. Иленген қамырымыздың үстін жауып 30 минутқа қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Сіз өзіңіз қалаған сиырдың немесе қойдың тартылған етін ала аласыз. Тартылған еттің үстіне тұз, бұрышты салып араластырып аламыз қолымызбен. Кейін жайлап тұрып су құямыз. Су құятын себебіміз кейін піскен кезде салмамыз құрғақ болмай, сочный болып тұру үшін керек. Ары қарай пиязымызды саламыз. Қолымызбен араластырып тұра суымызды құйып шығамыз. Біздің салмамыз дайын болды. Енді чебуреки дайындауды бастаймыз. Ол үшін қамырды алып екіге бөлеміз. Бір бөлігін алып, бетін жауып қоя тұрыңыз. Екінші бөлігін видеодағыдай етіп ұзынша қылып илеп шығыңыз. Кейін соны бөліктерге бөлетін боламыз. Менде осындай 16 бөлік шықты. Кейін әр бөлігін осылай оқтауменен дөңгелек формада жайып аламыз. Барлығының үстіне салмамызды салып шығамыз. Кейін түйген кезде екінші бетін беттестіріп, ішіндегі барлық ауасын шығарып аламыз. Сонан соң барып шеттерін шанышқыменен видеода көрсетілгендей етіп басып шығыңыздар. Қатты қызып тұрған майға салып, екі жағынан қызартып пісіріп аламыз. Ортасындағы салмасы пісіп шығатынына күмәніңіз болмасын. Міне біздің чебурекиіміз осындай болып, әп-әдемі дәмді болып пісіп шықты. Ортасын көрсеңіздер, сочный, бәрі піскен. Ендігі жерде чебурекиді өзіңіз жақсы көретін соуспен жесеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.